Инвестиция және даму министрлігінің субсидиялауымен басқарып, қазіргі таңда тауарын шетелге экспорттап тұрған кәсіпорындар жетерлік елімізде. Бүгін солардың бірі көкшетаулық қап шығаратын фабриканың тыныс-тіршілігімен танысатын боламыз. Армысыздар ағайын, эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Думан Мұхаммедқали. Новопэк жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2003 жылдан бастап үздіксіз жұмыс жасап тұр. Бұл жобаның құны 180 миллион теңге. Новопэк компаниясы индустрияландыру картасының аясында өзінің көптеген мемлекет тарапынан шараларын алған. Соның арқасында салынып, қазіргі таңда біздің өндіріске өзінің үлесін қосып келе жатқан серіктестердің бірі 180 миллион теңгеге өнім шығарады. 600-ден астам қызметкерлері бар. Мұнау полипропилен. Мұнай қалдығынан жасалынатын материал. Күнделікті қолданыстағы қанттың, ұнның, тұздың қабы дәл осы ұсақ, ұнтақ материалдан жасалынады. Бүгін жіптің қалай есіліп және қаптың қалай тоқылатын көзбен бірге көретін боламыз. Осы дозирующий оборудование полипропилен мен қосымша компоненттерді алып, өзінің пропорция бойынша, рецептура бойынша осы мына шнекқа қойып береді. Шнектің ішінде жоғары қысым арқалы, дағы үлкен температура арқалы жаңағы гранулаларымыз біздер жаңағы жидкий массаға айланады. Бұл жерде головкіден уже шнектен жаңағы сұйық массамыз шығады, уже полипропиленнің компоненттермен, қосымша компоненттермен суға түсіп, осы судың температурасы арнайы 38 градустан 42 градусқа дейін болу керек. Одан кейін пленкамыз мына валдар арқалы тартылады төбеге қарай. Жәнегі полипропиленіміз осы пленка болып тұр. Иә, полипропиленовый пленка. Осыдан біз жіп шығарамыз соңынан кейін ар жағына тоқуға. Ол жіп мына вал арқалы арғы келесі пешкімізге барады. Ол пешкінің ішінде жаңа жібіміз, кесілген жібіміз созылады температурамен, үлкен температураның арқасында. Мына пешкінің ішінде жаңа жібіміз кіріп созылады. Созылғанда ар жақта 1 метрлік жібіміз бұл жерде 6-6,5 метрге созылады. 6-6,5 есе. Одан соң ыстық жібіміз мына 6 валға келіп, 6 валды айландырып, тағы оның физический, механический свойстволарын қосылады. Кейін ең соңғы 2 валымыз, о жаңағы жібімізді ыстықтан кейін суытып, кейін уже намочечный местаға жібереді. Міне шыққан кезде жібіміз мынандай жіп пайда болады. Бұл жіп шығып болып, мынандай шпуляларға, втулкілерге намотка жасалады. Бұл жіп кейін уже соңынан ткацкий станоктарға барып, уже бұл жіптен 500 килограммнан 2,5 тоннаға дейін қаптар. Кішкентай жіңішке жіптеріміз біздерге кәдімгі ұн қабына, шекер қабына соған барады. Енді тоқыма станоктарының жұмысымен таныстырайын. Мен осы кезде мына вабинаны дұрыс емесін анықтаймын, бірақ емес екенін анықтап, мынаған орнықтырып салам. Егер де бұны дұрыс орнықтырып салмаса, бұл өзінің орнынан шығып, бізге кедергі жасап үзіліп кетеді жіп. Сондықтан да біз қалай жұмыс жасауын осылай орнықтырып, ромашка жасамауына орын бермейміз. Салғаннан кейін орнықты ма, орнықты емес ма қарап салу керек. А то егер де дұрыс салынбаса, бұл ромашка жасап бізге кедергі жұмыс жасайды. Біздің ақырындап жібереміз. Ақырын жүргенін байқағаннан кейін барып біз
жасап шығарады екен. Және де дәл осындай тоқыма станоктарының 120-сы бар бұл жерде. пайыздай экспортқа шығады. Экспорттың көбісі бізде Россияға шығарамыз. Ресейден басқа Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Беларусьқа тағы жібереміз қаптарымызды, бірақ 25% экспорттың ішінен 17%дай Россияға кетеді. Қазақстан облысының бәріне біздер қаптарды жібереміз. Көбісі Қарағанды, солтүстік Қазақстан, Ақмола облысы, Қостанай облыстан алады. Полипропиленді ерітіп пленка қылды. Пленканы кесіп, жіп қылды. Жіптен қап тоқыды. Ең соңғы қаптың сыртына фирмалық логотиптің өзін жапсырып береді. Бұл өндіріс ошағында 2 ауысыммен 700 адам еңбек етеді екен. Еңбек өтілі 10 жылдан асқан жандары бар. Тұрақтылық жақсы сақталған. Бүгінгі күні Қазақстанда Казсат-1 және Казсат-2 байланыс спутнигінен тұратын ғарыш аппаратының орбиталық топтамасы сәтті жұмыс істеп тұр. Олар тіркелген спутниктік байланыс арналарына еліміздің қажеттіліктерін, республиканың ақпараттық қауіпсіздігін қанағаттандыруды қамтамасыз етеді және қызметтердің импортталуын азайтуға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда Казсат-2 және Казсат-3 байланыс спутниктердің еліміздің байланыс және хабар тарататын 15 операторға, сондай Қазақстанның басқа да ұйымдарына сапалы қызмет көрсетуде. Ғарыш саласының дамудың негізгі стратегиялық мақсаты ол ғарыш инфрақұрылымын құру және оны нығайту. Бұл жерде Қазақстанның бірегей бәсекелестік басымдығы бар. Ол әлемдегі ең ірі Байқоңыр ғарыш айлағы болады. Қыркүйектің 21 күні Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігінде Қазақстан-Қытай индустриалды инновациялық ынтымақтастығы мәселелері жөнінде баспасөз брифинг өтті. Қазіргі уақытта бұқаралық ақпарат құралдарында индустрияландыру мен инновация салалары аясындағы Қазақстан-Қытай ынтымақтастық жобаларына қатысты мәселелер жиі көтерілуде. Бұл жердегі әңгіме жұмыс істеп тұрған өндірісті көшіруде емес. Қазақстанда заманауи қондырғыларды қолдана отырып, жаңа өндірістерді ашуда болып отыр деп бас айтты Ерлан Хайыров. Программа называется «Казахстанско-китайская индустриальная инвестиционная программа сотрудничества». Қазақстан-Қытай индустриалды инновациялық ынтымақтастық аясында қолға алынғалы отырған 26 миллиард долларды құрайтын 51 инвестициялық жоба заманауи технологияны қолданған бірегей өндірістерді құруға мүмкіндік береді деп айтуға болады. Бұл жобалардың барлығы өңдеу секторында жүзеге асырылады. Және инфрақұрылым, металлургия, мұнай мен газды өңдеу, химиялық өнеркәсіп, машина жасау, энергетика, жеңіл өнеркәсіп, ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу мен халық тұтынатын өндірістік тауарлар салаларын қамтиды деп отырмыз. Вице-министр Ерлан Хайыров атап өткендей, Қытай әлемдегі маңызды әрі ірі инвесторлардың бірі. Еуроодақтың дамыған елдері арнайы бағдарлама әзірлеп, қытайлық инвесторларды тартады. Мұндай мүмкіндікті Қазақстанда жіберіп алмай, бұл елден тікелей шетелдік инвестиция тарту жұмыстарын жүргізуде. Бүгінгі айтпағым осы ағайын. Аман, сау болыңыздар.